Еліміздегі қазіргі ахуалға байланысты халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында елімізде төтенше жағдай енгізілген болатын. Осыған байланысты еліміздегі мектеп оқушыларының басым бөлігі жаңа оқу жылында қашықтықтан білім алып жатыр. Қашықтықтан оқыту адамның білім алуға және ақпарат алуға деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп, білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың 3 түрлі формасы бар. Онлайн синхрондық, офлайн асинхрондық және кең таралған үшінші түрі вебинар. Келес ауданында орналасқан біздің номер 7 жалпы орта білім беретін мектеп жаңа оқу жылын синхрондық формада бастады. Сабақтар 100% Білімленд платформасындағы онлайн мектеп жүйесі арқылы өтілуде. Білімленд KZ бұл оқушылар барлық пәндер бойынша қажетті ақпаратты таба алатын пайдалы ақпараттық сайт. Сонымен қатар, әртүрлі тақырыпта көруге болатын бейнематериалдар бар. Мен өзім сайтты сабақ барысында және сабақтан тыс уақытта күнделікті қолдануға тырысамын. Мен өз сабақтарымда осы сайтта бар әртүрлі дидактикалық материалдарды қолданамын. Онлайн мектеп сервисінде қазақ және орыс тілдерінде 1-ден 11 сыныптарға дейінгі мектеп бағдарламасының барлық пәндері бойынша 500 мыңнан астам интерактивті тапсырмалар бар. Тапсырмалар Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес білім алушылардың бейімделуін және дербестендірілуін ескере отырып әзірленген. Қазіргі қиын сәтте сан қырлы әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда мұғалімнің атқарар рөлі орасан. Оған әрі ауыр, әрі жауапты міндет жүктелді. Ол қысқа мерзімді оқу жоспарын дайындап, оны қашықтықтан білім беру жүйесімен астастырып бейімдейді. Оқу үдерісінің барысын қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында өз бетімен бақылау, пысықтау жұмыстарын орындау жөнінде ұсыныстар береді. Қашықтықтан оқыту тәсілі бойынша жұмыс істейтін педагог оқытудың жаңа технологиясын, оқытудың компьютерлі және топ аралық жүйелерін жетік біліп, олармен іс жүргізу ісін орындау шарт.